Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Бүгін біз сендермен өнер бөлімін аяқтаймыз. Осы бөлімде өткен тақырыптарды есімізге түсіріп, қорытындылаймыз. Бүгінгі сабақта тәуелдік жалғауының қолданысын білесіңдер. Негізгі және туынды зат есімді анықтайсыңдар. Берілген сөздерді топтастырыңдаршы. Және қандай ерекшеліктерге қарай топтастыру керек екенін тауып көріңдер. Бірінші топтағы сөздерді оқиық. Қасық, кітап, кесе. Қандай зат есім? Я, балалар, бұл топтағы сөздер негізгі зат есім. Екінші топтағы сөздерді оқиық. Көлігім, көлігің, көлігі. Бұл топтағы сөздер тәуелденіп тұр. Үшінші топтағы сөздер сыйлық, оқушы, биіктік. Бұлар туынды зат есімдер. Балалар, сендердің де дұрыс топтастырғандарыңа сенемін. Мәтінді оқимын, мұқият тыңдаңдар. Көктем кезі. Шоқан ауылына жер картасын жасайтын Сотников деген кісі келді. Шоқан да сол кісімен бірге даланы жиі аралады. Сотников салған суреттерге еліктеп, тауды, көлді бейнеледі. Бір күні оған мысықтың балшықтан жасаған күймесін көрсетті. Мұнаны кім жасаған? Деп сұрады Сотников. Менің жолдасым мысық. Ол қайда? Ауылда. Оқыған ба? Жоқ, оқымаған. Бұл өнерпаз бала. Оған білім керек. Білім беру үшін мектеп ашу керек. Сенің қалаға барып оқығаның жөн. Оқып білімді болған соң мысық сияқтыларды үйретесің, деді Сотников. Шоқан алыс қырға қарап, ойланып тұрып қалды. Балалар, енді мәтін мазмұнына сәйкес келетін тақырыпты тауып көріңдер. Бала Шоқан, Шоқанның арманы, өнерпаз бала. Мұнда өнерпаз бала деп атауға болады. Мәтін мазмұны бойынша тапсырмаларды орындайық. Мәтінде кім туралы айтылған? А. Өнерпаз бала мысық. Ә. Мектеп ашу үшін Шоқанның қалаға баруы. Б. Бала Шоқанның білімді болуды армандауы. Қай нұсқасы дұрыс? А нұсқасы дұрыс. Өнерпаз бала мысық туралы айтылған. Мәтін бөліктерінің атауын толықтырып көріңдер. Мұнда екінші бөлік балшықтан жасалған күйме. Үшінші бөлік мысық өнерпаз бала деп аталған. Бірінші бөлікті қалай атар едіңдер? Бірінші бөлікті Сотниковтың келуі деп атауға болады. Төртінші бөлікті ше? Төртінші бөлікті Сотниковтың кеңесі деп алайық. Балалар, келесі тапсырмада Сотниковтың кеңесі берілген, бірақ сөйлемдердің орны ауысып кеткен. Сөйлемдердің орнын тауып, кеңесін қайта оқиық. Бұл өнерпаз бала. Оған білім керек. Білім беру үшін мектеп ашу керек. Сенің қалаға барып оқығаның жөн. Оқып білімді болған соң, мысық сияқтыларды үйретесің. Қарамен жазылған сөйлемдерді бірге қайта оқиық. Бұл өнерпаз бала. Оған білім керек. Сөйлемдердегі зат есімдерді табыңдаршы. Бала, білім. Бала негізгі зат есім. Білім туынды зат есім. Туынды зат есім түбірге жұрнақ жалғану арқылы жасалатынын естеріңнен шығармаңдар. Енді осы сөздерді үш жақта жекеше және көпше түрде тәуелдеп айтайық. Бірінші жақ. Менің балам, білімім. Екінші жақ. Сенің балаң, білімің. Сыпайы түрі. Сіздің балаңыз, біліміңіз. Үшінші жақ. Оның баласы, білімі. Көпше түрі. Бірінші жақ. Біздің баламыз, біліміміз. Екінші жақ.
Сендердің балаларың білімдерің. Сыпайы түрі. Сіздердің балаларыңыз білімдеріңіз. Үшінші жақ, олардың балалары білімдері. Берілген сөздер тобын оқиық. Ұш, біл, сыз, жүз, өшір. Бұл сөздер қандай сөз табы болады? Дұрыс айтасыңдар, етістік. Екінші сөздер тобын оқиық. Адал, ұзын, жаңа, сұлу, таза. Бұл сөздер қандай сөз табы? Бұл сөздер сын есім болады. Осы сөздерден жұрнақ жалғау арқылы зат есімді жасаңдаршы. Ұшқыш, білгіш, сызғыш, жүзгіш, өшіргіш, адалдық, ұзындық, жаңалық, сұлулық, тазалық. Бәрекелді балалар, сендердің де дұрыс тапқандарыңа сенемін. Енді балалар, мұндағы тазалық сөзін үш жақта, жекеше және көпше түрде тәуелдеп айтайықшы. Менің тазалығым, сенің тазалығың, сіздің тазалығыңыз, оның тазалығы. Біздің тазалығымыз, сендердің тазалықтарың, сіздердің тазалықтарыңыз, олардың тазалықтары. Тәуелденген зат есімдегі өзгерісті байқадыңдар ма? Балалар, мұндағы қ дыбысы ғ дыбысына өзгерді. Бұл өзгерісті естеріңнен шығармаңдар. Ал енді өнер білімін қорытындылау мақсатында тапсырмаларды орындайық. Өз білімдеріңді тексеріп көріңдер. Бірінші, негізгі зат есім қалай жасалады? А. Түбірден. Ә. Түбірге жұрнақ жалғану арқылы. Б. Түбірге жалғау жалғану арқылы. Мұндағы дұрыс нұсқасы түбірден жасалады. Екінші, негізгі зат есімді тап. А. Сызғыш. Ә. Қала. Б. Оқушы. Дұрыс нұсқасы қала. Үшінші, туынды зат есім қалай жасалады? А. Түбірден. Ә. Түбірге жұрнақ жалғану арқылы. Б. Түбірге жалғау жалғану арқылы. Мұндағы дұрыс жауап туынды зат есім түбірге жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Келесі. Тәуелдік жалғауының бірінші жағында тұрған сөздер тобын тап. А. Балаң, кітабың, оқушың. Ә. Баласы, кітабы, оқушысы. Б. Балам, кітабым, оқушым. Мұндағы дұрыс нұсқа Б. Балам, кітабым, оқушым. Бесінші. Дұрыс тәуелденген сөзді белгіле. А. Қайықың. Ә. Бесігі. Б. Мысықы. Дұрыс нұсқа Ә. Бесігі. Бәрекелді балалар, сендердің де дұрыс жауапты тапқандарыңа сенемін. Бүгінгі сабақта нені үйрендіңдер? Тәуелдік жалғауының қолданысын білдіңдер. Негізгі және туынды зат есімді анықтадыңдар. Жарайсыңдар балалар, енді сендер зат есімнің түрлерін ажырата аласыңдар. Және зат есімді жекеше, көпше түрде тәуелдей аласыңдар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.